Ассаламу алейкум. Плотник Астана. Так, мынау бүгін жаңа парилкаға кірісіп жатырмын. Ені 3,35-те 2,30. 17 куб болады. Жары Казаблок. Мына жерден бір тоқтап айтып кететін жай. Казаблокты міндетті түрде лайлау керек. Кафельный клеймен, не болмаса цементпен құм аралас раствор жасап, содан кейін мұндай каркас жасалады брустардан. Мысалы бізде мынау утеплитель 5 сантиметрлік. Сол сию үшін 5-тік брус аламыз. Екі брустың ортасына 59 сантиметр аламыз. Себебі мен плита 60, анаған тығыз кіретті тұрады. Сосын көбісі сұрайды, Казаблокқа қандай анкермен, қандай шуруппен отырғызасыз деп. Бұл енді тәжірибе. Бұл жерде ешқандай анкер ештеңе керек жоқ. Андай қара 120-ық саморез аламыз да, алдын ала брусты шуруповертпен мынау шовтарда кірпіштің ортасында, ол жерде раствор, ол мықты ұстайды. Сондықтан сол растворға қарама қарсы осындай углды шуруповертпен сверломен тесіп аламыз. Үстіңгі жағын, келесі елочка дейді бұны, келесін керісінше астыға қарай. Одан кейінгісін тағы да астыдан үстіге, келесін үстіден астыға. Бұл мықты ұстайды. Міне мертво, ешқандай не жоқ. Қорқатын, уайымдайтын жағдай жоқ. Сол енді мынау қазір бір жақ қабырға. Одан кейін екіншісі кетеді. Екінші жағын салам. Содан кейін ыңғайлы болады үстіндегісін салу. Уже қоясында бір жағынан основнойды салып алып, уже мыналар үстіне қарама қарсы лазермен атып аласыздар да, бірін үстіне кетеді. Сонда полностью бұл утепление болады, жар. Потолокты да бәрін. Содан кейін фольга кетеді. Фольгамен термос қыласыздар. Степлермен ұрып шығып, обязательно нахлёст жасау керек. Үстіден астыға нахлёст түсу керек. Сосын стыктарды фольгированный скотчпен жабыстырып шығасыздар. Одан кейін контрарейка кетеді. Вагонка мен фольганың ортасында конденсат жиналмау үшін ол астыға ағады. Сондықтан обязательно не жасау керек. Міндетті түрде жаңағы контрарейканы салу керек. Контрарейкаға уже вагонка кетеді. Вагонкаға тоқталатын болсақ, вагонканы тік қойып құрауға болады, және жатқызып. Тік тұрған енді ол практичный, жаңағы конденсат ағады, не ағады дейді. Бірақ егер горизонтально былай жатқызып салсаңыздар, ол кішкене помещение не так тар, сол объемды үлкейтіп тұрған, үлкейтеді. Енді оны вагонканың тағы да бір тоқталып өтем, түсірем. Қалай дұрыс істеу керек, қандай зазор істеу керек, қай жақтан бастау керек, жаңағы шпунттарын. Мына жер пеш тұратын жер. Пештік енді мына жер 17 куб болғаннан кейін пешті 20 кубтық алып қойған дұрыс болады. Бірақ одан көп керек жоқ, потому что қатты ыстық болса, ол да вагонкаға әсер етеді. Мына жерде үстін жоғарын тесеміз. Дымоходқа, дымоход кетеді. Сол. Жазылыңыздар, сұрақтарыңыз болса қойыңыздар. Білгенімше айтам бәрін, ақша сұрамайым. Аллаға шүкір. 10 жылдық тәжірибем. Әр салған моншаның осындай көптеген интернеттен информация қарайсын. Бүкіл нелерден Құдайға шүкір қолдан келіп жатыр. Жай ғана хоббиім, осылай табысыма
табысым болып жатыр қазіргі уақытта. Сол жақсы, рахмет. Жазылыңыздар. Сұрақ болса жазып комментарийға жазсаңыздар болады. Жақсы, келесі видеоға дейін аман есен болайық.